Бұл уақытқа дейін тамыз айынан бастап, егер де электронды үкіметке кіріп, сіздің рұқсатыңсыз, сіздің суретіңізді пайдаланып биометрия өткізген болса, барлық несиелер списанияға кету керек. Банкілердің өз ақшасымен. Ал енді біз қандай өзгеріс енгіздік? Бақытжан Базарбековпен берген ұсынысымыз, енді кез келген банк несие тіркеудің алдында азаматта өзіне келеді, ол азамат ұлттық банктың жүйесі бар, СОИД деген, Центр обработки индивидуальных данных деген бар. Сол ақпарат орталығы арқылы енді банк кіру керек, ұлттық банк жүйесіне. Азамат отырып рұқсатын беру керек. Азамат рұқсат бергеннен кейін ұлттық банк оның келісімін тіркеп, және биометрия өткізу арқылы оны дәлелдейді. Сонда енді биометрия қалай өтетін болады? Бүгін президент қол қойған өзгерістерге қатысты. Енді ешқандай банк өздері биометрия өткізбейтін болады.